Қызылорда қалалық жұмыспен қамту орталығына келіп жүгінетін азаматтарға көрсетілетін басым қызметтер ол жұмыс іздеуші және жұмыссыз ретінде тіркелу, жұмыссыз ретінде анықтама беру, жұмыспен қамтудың белсенді шараларына жолдама алу, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау және де отбасының атаулы әлеуметтік көмекті алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру. Бұл аталмыш қызметтерді орталық қызметіне жүгінбей электронды үкімет арқылы қолжетімді болады азаматтарға. Қызметтер егов.кз электронды үкімет порталы және де электронды еңбек биржасы еңбек.кз веб-порталы арқылы қолжетімді. Еңбек.кз веб-порталы арқылы азаматтар жұмыс іздеуші және жұмыссыз ретінде онлайн түрде электронды цифрлы қолтаңба көмегімен тіркеле алады және де жұмыспен қамтудың белсенді шараларына өздерін ұсына алатын болады. Және де жұмысынан айырылу жағдайына байланысты тағайындалатын әлеуметтік төлемді жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар осы еңбек биржасы арқылы онлайн түрде өтінім қалдыруына мүмкіндігі бар. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек тағайындау және де анықтамасын беру бойынша электронды үкімет веб-порталы арқылы азамат жеке кабинет арқылы электронды цифрлы қолтаңбамен қол қою арқылы қызметтер қолжетімді болады. Осыған орай қазіргі уақытта Қызылорда қалалық жұмыспен қамту орталығында өз-өзіне қызмет көрсету аймағы құрылған. Азаматтар мамандарға кезек күтпей электронды үкімет және де еңбек.кз порталдары арқылы өз-өзіне қызмет көрсету аймағында құрылған мамандардың арнайы көмектеріменен онлайн түрде қызметтерді алуға мүмкіндігі бар.